Гепатопротектор, яғни бауыр проблемалар, бауырда пайда болған өзгерістер. Ол гепатиттен пайда болған, немесе түрлі мынау сырттан келетін әсерлердің нәтижесінен цирроздың асқынуы, жировой гепатоз дейді. В общем, бүкіл бауырдың процесіне арналған бізде бауыр тазалайтын 3-4 өнім бар. Оның бірі мынау застера, система очищения деген бір процесс бар. Оның ішіне застера кіреді, оның ішіне спирулин кіреді және саумал продукциясы кіреді. Осы продукцияларды бүкіл очисткаға, тем более бауырды берсеңіз болады. Застера продукциясын 1 шай қасық таңертең бересіздер, таңертеңгілік 1 сағат алдын. Спирулин өнімін 2 таблеткіден күніне 3 мезгілден бастап, таңертең, түсте, кешке тамақтың алдында, және 4-5 таблеткіден күніне 3 мезгілге дейін көтерулеріңізге болады. Ал 3-ші продукция ол саумал. 1 капсуладан күніне 3 мезгілден таңертең, түсте, кешке тамақпен бірге қоссаңыздар болады. Әрине, продукциямен бірге 2-2 жарым литр су міндетті түрде, және де қимыл қозғалыс. Таңғы немесе кешкі салқынмен күніне 30 минут, мейлінше 10 мың қадам жүруге тырысыңыздар. Өйткені сумен және қимыл қозғалыспен өнім 5-6 есе мықты жұмыс жасайды. Және де тұзды, майлы, тәтті, мучной, ағзаға зиян келтіретін тағамдардан аулақ болыңыздар. Ішу тәртібі кемі 4, максималды 6 ай.